Өзіңіздің жемшөп базаңыздың болуы, мал шаруашылығының табысты болуының кепілі. Қыста 20 келілік пішен шөптің бағасы 2000 теңгеге дейін жетеді. Ауылдық жерлерде жем шөпке үлкен сұраныс бар, өйткені фермерлердің едәуір бөлігі оны өздері дайындай алмайды. Бүгінгі сабақта жем өндіру ісі туралы дәлірек айтқанда оған бизнес ретінде қарайтын боламыз. Азықтандыру кәсібін неден бастау керек? Біріншіден, сізде жемшөп алқабы болуы қажет, немесе жерді жалға ала аласыз. Оны 100 гектардан бастауға болады, бірақ бұл аумақ неғұрлым үлкен болса, оның кірістілігі соғұрлым жоғары болатындығын ескеру қажет. Екінші сұрақ, жем өндірудің қай түрін таңдау керек? Оның 5 негізгі түрі бар. Бірінші түрі қатты жем. Бұған шөп, сабан жатады. Бұл мал рационының міндетті компоненті. Екінші түрі шырынды жем, сүрлем мен тамыр дақылдары. Қант қызылшасы, асқабақ, картоп құрамында жас малға қажет құнды заттар бар. Үшінші түрі жасыл жем, табиғи жайылымдық шөптер, дәнді және бұршақты дақылдар. Фермерлер оларды қоректік заттар бойынша чемпион деп атайды. Төртінші түрі өңдеу өнеркәсібіндегі қалдықтар және мал азығы. Бұларға нан өнімдері, ет және балық тағамдары жатады. Бесінші түрі шоғырланған жем. Бұл дәнді және бұршақ жемдерінің қоспасы. Азықтандыру кәсібін бастау үшін алдымен ауыл шаруашылық техникасы болуы шарт. Қатты жемдер дайындау үшін МТЗ тракторы, шөп шапқыш секілді техника түрлері қажет. Бұл фермердің мүмкіндігіне қарай. Егер шырынды жем шөп жинайтын болсаңыз, онда көбірек техника қажет. Өздігінен жүретін шөп шапқыш, комбайн және жүгеріге арналған бөлек дестелегіш қажет. Бұл әлде қайда қымбат, шамамен 20 миллион теңге. Дон 680М, бұл Ресейде жасалған ең бюджеттік нұсқа. Класс фирмасының Ягуар және Нью Холланд, Джон Дирдің де дестелегіштері бар. Олардың бағасы 50 миллион теңгеден басталады. Бұл ісін жаңадан бастаған кәсіпкер үшін қымбат. Міндетті түрде жаңасын емес, бұрын пайдаланылған техникаларды сатып алсаңыз да болады. Бұл жағдайға орта есеппен алғанда кем дегенде 4 миллионнан 15 миллион теңгеге дейін қаржы жұмсайсыз. Азықтың ең көп таралған түрін дайындау процестеріне кеңінен тоқталсақ. Шөп, малдың қыста толықтай қоректенуін қамтамасыз ететін маңызды компонент. Бірінші санатты шөптің құрамында 0,45, 0,55 азық бірлігі, 65-80 грамм сіңімді ақуыз, кем дегенде 30 грамм каротин бар. Ең бастысы, шөпті жинауды уақытылы бастау, өйткені кешеуілдету қоректік заттардың жетіспеушілігіне әкеп соқтырады және бұл пішеннің сапасын айтарлықтай төмендетеді. Оның ылғалдылығы 17%-дан аспау керек. Пішеннің түсі жасылдан сары жасылға дейін және жаңа пішенге тән иісі болуы шарт. Шөп жинау жұмыстары өсімдіктер гүлдеуге 8-10 күн қалғанда басталуы керек. Шөп дайындау технологиясында келесі шөп шабу, кептіру және жинау кезеңдері болады. Бұл жұмыстардың сапалы және уақытылы жүргізілуі көп жағдайда олардың қоректік құндылығын анықтайды. Шөпті сақтаудың бірнеше әдісі бар. Ең оңайы шабындықта сақтау. Мүмкін болса, оның жол мен көше маңайынан емес, бөлек жерде орналасқаны дұрыс. Егер шабындықтың жабық жабыны болмаса, брезент қолдануға болады, және оны сыммен қоршау қажет. Кейбір фермерлер шөпті тура көшеде сақтайды. Бұл оның сапасын едәуір төмендетеді. Шабындықтар электр желісінен кемінде 15 метр қашықтықта орналасуы тиіс. Шөпті өткізудің 3 әдісі бар. Бірінші әдіс – көліктермен сату. Бұл ең көп таралған әдіс. Орташа есеппен бір тіркемеде 2 тонна шөп болады және ол шамамен 30 мың теңге тұрады. 2-3 сиыры бар ауыл тұрғыны 3 тіркеме алады.
Екінші әдіс – бөлшек сауда. Шөпті қыста 15 килограммнан 350 килограммға дейінгі бөлшектермен сату әлде қайда тиімді. Үшінші әдіс – егер сіздің жеріңіз аз болса, мысалы бар болғаны 20 соттық болса, үй жануарлары дүкендеріне шөп және шөптер қоспасын дайындап сатсаңыз болады. Қоян сияқты үй жануарларын ұстайтын қала тұрғындары сонда сіздің клиенттеріңіз болады. Әрине, кез келген бизнес инвестицияны қажет етеді. Егер де қаражатыңыз жеткіліксіз болса, аграрлық несие корпорациясына хабарласыңыз. Төмен пайыздық мөлшерлеме, жеңілдікті кезең, мемлекет тарапынан қолдау, мұның бәрін аграрлық несие корпорациясының Қазақстан бойынша 17 филиалдан ала аласыз.